Мен Байболов Саят Мұратбекұлы, Қазпошта акционерлік қоғамының филиалы республикалық арнаулы байланыс қызметінде фельдъегер болып жұмыс жасаймын. Бұл жұмысқа 2004 жылы кіргенмін. Қазір енді 2024 жылы 20 жыл болды маған осы жұмыста істеп жүргеніме. Менің жұмыс күнім таңертең сағат 8-ден кешкі 6-ға дейін. Таңертең сағат 8-де келеміз. Кіреберісте бақылау тұрады, сол бақылаудан өтеміз, сол бақылау бойынша біздің жұмыс уақытымыз басталады. Сонан кейін кіремізде қару-жарағымызды аламыз, онан кейін кіріп жөнелтілімдерді қабылдаймыз. Сол бойынша, сол мекенжайлар бойынша сол жөнелтілімдерді алып шығамыз. Бізде жалпы Астана қаласы үлкен қала болғандықтан бізде бұнда жаңағыдай мекемелер көп. Сол мекемелерге байланысты бізде орташа есеппен тасымалдау, жеткізу бізде пакеттер, мысалға посылкілер бір шамамен орташа есеппен 150-170 жеткізу болады. Бізде енді қауіпсіздік шаралары өзіміздің қауіпсіздігіміз үшін, сонан кейін алған заттарымыздың қауіпсіздігі үшін біз осындай арнайы көліктермен жүреміз. Жалпы негізі бір көлікте біз 2 адам жүреміз. Бір жүргізуші және де мен. Ол жүргізуші алдында болғандықтан мен артында өзімнің сәлемдемелерімді реттеу үшін машинаның артына отырамын мен. Біріншіден ол жаңағы жүргізушіге кедергі келтірмеу үшін, екіншіден мен арт жағында отыратын себебім өзімнің сәлемдемелерімді бір точкеден екінші точкеге реттеп салып отыру үшін арт жағында отырамын. Жалпы менің жұмысым өзіме ұнайтын себебі үлкен жауапкершілікті талап ететін жұмыс бұл. Сондықтан да жаңағы адам мойнында жауапкершілік болғандықтан сондай неге үйрене бастайды жауапкершілікке. Сондықтан да бір жағынан жұмысыма да өз өміріме де жауапкершілігі мықты болу үшін осындай жұмыстарды таңдадым.